وقدوتنا وقر иншаллах алла тағаланың қалауымен имам Науауидің, алла ол кісіні мейіріміне бөлесімен, Риад Салихиннің бірінші бабы, бәбу ния, ниет бабына қатысты, ниет бабында келген хадистерді үйреніп бастадық. Өткен дәрсімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның фатхтан кейін, яғни Мекке фатх етілгеннен кейін хижрат жоқ деген хадисін үйренген болатынбыз. Келесі хадис, бұл хадисті وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله деген сахаба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабасы риуаят еткен. Жабир радиаллаху анху хазраждық сахаба болып табылады, яғни ансарлар Аус және Хазраж деген негізгі екі үлкен тайпа еді. Жабир радиаллаху анху сол хазраждық тайпалардан. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге 19 шайқасқа қатыстым, Бәдір шайқасына қатыса алмадым және Ухуд шайқасына қатыса алмадым деген сөзі бар. Яғни сондай ұлы сахабалардан. Енді Бәдір және Ухуд кезінде кішкене жастау болды, сол үшін әкем рұқсат берген жоқ дейді. Кейін әкесі бір шайқаста шахид болғаннан кейін, одан кейін ары қарай мен ешқандай пайғамбарымыздың шайқастарынан қалған жоқпын дейді. Және Жабир радиаллаху анху, осы хадисті риуаят етіп жатқан сахаба, мәдиналық ансарлар пайғамбарымызбен қажылық кезінде барып кездеседі ғой. Бірінші жылы қанша адам болды? Бір жоқ, одан көбірек болды. Нақты сан есімнен шығып тұр қазір. Келесі жылы 70 сахаба болып тағы да келді. Сол кездесулерге қатысқан және арасындағы ең жас сахаба болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жалпы 1540 хадис риуаят еткен екен ол кісі. Яғни көп хадис риуаят еткен сахабалардан. Және соның ішінде муттафақун алейхи дейді, яғни имам Бухари және Муслимде келген 60 хадис бар екен, екеуінде бірдей келген. Бухаридің өзінде ғана келген 16 хадис, ал Муслимде 126 хадис келген екен. Мәдина қаласында 73 хижри жылы 94 жаста қайтыс болған және сол Мәдина қаласында қайтыс болған соңғы сахабалардан болып табылады. Осы Жабир радиаллаху анху ол кісіге, әкесіне разы болсын, айтады: «Күнна ма'ан наби саллаллаху алейхи уассалам фи ғазатин фақал». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге біз шайқаста болғанда дейді. Бұл шайқас Табук шайқасы. Табук шайқасы хижри 9 жылы болған. Сондай өте ауыр дайындық жағынан, жолы ұзақ, Шамға жақын жерде Табук деген сондай жолының өзі ұзақ уақыт алған. Барғаннан кейін сол жерде 10 күндей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалған шайқас болып табылады. Сол шайқаста айтқан: «Инна бил мадинати ла риджалан ма сиртум масиран ва ла қата'тум вадиян илля кану ма'акум хабасахумул марад». Мәдинада қалған, яғни бізбен бірге келе алмаған, жолға шыға алмаған, арамызда бола алмаған кісілер бар. Ла риджал, яғни ер кісілер бар. Ма сиртум масиран ва ла қата'тум вадиян. Сендер қандай да бір жол жүрсеңдер, және уади деген ашық жер, сондай жерлерде, қай жерде жүрсеңдер де, илля кану ма'акум, олар сендермен бірге дейді. Олар сендермен бірге. Хабасахумул марад, сол ауру сырқаттың себебімен шыға алмады дейді. Енді сендермен бірге деген қандай мағынада? Бұл жерде, яғни сауап тұрғысынан, сендер енді мына жақта жүріп, менімен бірге жүріп, осы шайқасқа қатысып, жихадтың сауабын алып жатсаңдар, олар ниеттерімен, ықыластарымен сол сауапты алып жатыр деді. Өздері жүрмесе де, араларында болмаса да, ниеті мен ықыласымен сол сауапты алып жатыр.
Неге? Өйткені олардың ниеті соншалықты күшті еді, ықыластары күшті еді. Егер әлгі оларды қатысудан тосқан бір себеп болмағанда кедергі болатын, олар міндетті түрде қатысатын еді. Міндетті түрде қатысатын еді. Неге? Өйткені олар әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен шайқастарға қатысып жүрген сахабалар. Шайқастарға қатысып жүрген сахабалар. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам илля кану маакум, олар сендермен бірге дейді. Сендермен бірге қай жағынан? Сауап жағынан. Ал бірақ өздері қайда? Мәдинада. Мәдинада, үйлерінде. Бірақ Алла тағала оларға сауапты жазып жатыр. Жалпы ғұламаларымыз айтады, егер дейді бір адам бір амалды істеуді әдетке айналдырған болса, және соны бір себеппен істей алмаса кейін, Алла тағала оған оның сауабын толық жазады деді. Амалдың сауабын жазады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде адамға сапарда болған кезінде, ауырып қалған кезде әрдайым жасайтын амал жазылады деді. Әрдайым жасайтын амал жазылады. Несі жазылады? Сол амалды істеді деп соның сауабы жазылады. Хадисте кутиба лаху ма кана яъмалуху сахихан муқима деп келеді. Яғни ауырып қалған адамға, сапарда болып қалған адамға сахих, яғни сау кезінде, немесе сапарда емес кезінде жасап тұрған амалы жазылады дейді. Егер әдетке айналдырған болса, сол жазылып тұрады. Хадистің толық мәтіні иза марида ахадукум ау сафар, сендердің бірің ауырып қалсаңдар, немесе сапарға шықсаңдар, кутиба лаху ма кана яъмалуху сахихан муқима деді. Оның ауру емес кезінде және сапарда емес кезінде тұрақты жасайтын амал жазылып тұрады дейді. Жазылып тұрады. Мысалы, бір адам 40 жыл ораза ұстады. Сөйтіп, қартайған кезде кәріліктің себебімен ораза ұстай алмайтын болып қалды. Фиқх кітаптарында келеді ғой. Кәріліктің себебімен, мысалы, өмір бойы ораза ұстай алмай қалатын адамдар несін төлеп отырады, орнына фидиясын төлеп отырады. Енді ол адам сау кезінде оразаны ұстап тұрды ма? Оразаны ұстайтын беді, оразаны ұстайтын еді. Ол мысалы ауырып қалды да ораза ұстай алмайтын болып қалды, немесе кәрілік болмасын, балиғатқа толғаннан, немесе кішкентай кезінен, мысалы әке-шешесі тәрбиеледі, 10 жасынан бастап ораза ұстады, 40 жасқа дейін, немесе бағана 50 жасқа дейін ұстады. Сөйтіп одан кейін асқазанда язва пайда болды да ораза ұстай алмайтын болып қалды. Енді сол адам оразада ораза ұстай алмаса, оған оразаның сауабы жазылып тұра береді. Неге? Өйткені ол сау кезінде сол нәрсені істейтін еді. Және Алла тағала біледі, егер ол сау болғанда оразаны ұстайтын еді. Сол үшін де оған ораза ұстады деп оның сауабы жазылады. Ал енді бір адам енді бастамақшы, сөйтіп ниеттенді, ертең мына нәрсені істеймін деп. Бірақ істей алмай қалды. Оған ғұламаларымыз айтады, оған ниеттің сауабы жазылады дейді. Амалдың емес, ниеттің сауабы жазылады дейді. Неге? Өйткені әлгі амал оның әлі әдетіне кірген жоқ. Яғни оны тұрақты түрде ол істеп жүрген жоқ. Егер тұрақты түрде істеп жүріп істей алмай қалса, онда амалдың сауабы жазылады. Егер әлі істемеген болсаңыз, енді істеймін деп ниеттеніп жүрсіз. Сөйтіп, бірақ бір себептермен істей алмай қалдыңыз. Бұл жерде бір себеп деген кезде енді кәдімгі сондай бір күрделі себеп, серьезная причина дейді, кәдімгі сондайдың себебімен. Біздің неміз сияқты емес, мысалы, ертеңнен бастап диетаға отырамын дейді. Ертеңнен тағы сол күнде жейтін тамағын жеп қояды. Болды, ары күні бастаймын дейді. Мен жүгіріп бастаймын, үйтемін,
деп қаншамыз мысалы артық салмақтан қиналып жүрміз да соған ниеттенеміз, дұрыс па? Бірақ оны бір қатты ниеттеніп жатқан жоқпыз. Ондай бағана жеңіл ниет емес, кәдімгідей ниеттенді, болды істеймін деп. Бірақ бір нәрсе себеп болып қалды, Алла тағала оған ниеттің сауабын жазады. Ал тұрақты істеп жүрген кезде оған амалдың сауабын жазады. Енді мына жерде мынау сахабалар, олар ауру сырқат болмаса, немесе тағы екінші бір сахабалар бар ғой, Құранда Алла тағала олар жайында айтады. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون деді. Саған келді дейді кейбір сахабалар. Я Расулаллах, біз де сенімен бірге жихадқа шыққымыз келеді, шайқасқа барғымыз келеді Алла жолындағы. Бірақ біздің мінетін көлігіміз жоқ, не бір қылышымыз жоқ, найзамыз жоқ, бізге де бір нәрсе берші деген кезде пайғамбар не деді? Ла аджиду ма ахмилукум алей. Сендерге тауып беретін ешқандай көлік жоқ. Болды, жоқ, ешқандай мүмкіндік жоқ басқа. Енді келесі жолы барарсыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға айтқан кезде, таваллау ва аюнхум тафиду минад-дама. Сенен шыққан кезде көздерінен бағана жас ағып, кәдімгідей жастарынан киімдері су болып, сондай жағдайда шығады деді. Яғни олардың да ниеті, былайша айтқанда, сондай бір күшті ниетпен, ықыласпен қатысуға дайын. Егер әлгінде себеп болмаса, олар да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге шыққысы келіп жатыр. Енді сондай адамдарға Алла тағала сауапты толық жазады. Уафи риуаятин, тағы бір риуаятта келеді деді, илля шарикукум фил аджр. Олар сендермен сауапта серіктес дейді. Сендермен сауапта ортақ. Сендерге сауапта ортақ. Рауаху Муслим, хадис имам Муслим рахимахуллах риуаят еткен. Яғни бұл хадис ниеттің күштілігін, маңыздылығын білдіреді. Егер сіз шынайы ниеттенсеңіз және сол істі істеп жүрген болсаңыз, Алла тағала сізге амалдың сауабын толық жазады. Ал істеп жүрмеген болсаңыз, бірақ ниеттенген болсаңыз, Алла тағала сізге тағы да сауап жазады. Сол үшін де әрдайым жақсылықты ниеттену қажет. Және тағы бір хадисте ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إمام بخاري أنس ابن مالك رضي الله عنه دن رواية كان رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال Табук шайқасынан қайтып келе жатқан кезімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: инна aqwaman khalfana bil madinati, артымызда қалған Мәдинада кісілер бар, ма салакна shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana. Біз бағанағы тау ассақ та, тас бассақ та, яғни таудың арасындағы жолдармен жүрсек те, ашық жердегі жолдармен жүрсек те, illa wa hum ma'ana, олар бізбен бірге, habasahumul uzr, үзірдің себебімен бізбен бірге бола алмай қалды дейді. Бізбен бірге бола алмай қалды. Демек, олар шығуға ниеттенді, бірақ үзірдің себебімен шыға алмай қалды. Енді осы хадиске қатысты имамдарымыз айтады, қайсы бір адамды қандай да бір себеп Алла жолындағы шайқастан тосатын болса, кәна лаху ажрул мужахидин, оған сол шайқасқа шыққан адамдардың, мужахидтердің сауабы болады. Ида сахат ниятуху ва қасдуху фир рағбати фил джихад, егер оның ниеті, мақсаты дұрыс болса, күшті болса, Алла тағала оған сауабын жазады деді. Сауабын жазады. Енді осы ниетке қатысты келесі хадис, уан Аби Язид, мынау алдыңғы хадиске қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы бір хадисі бар, сонда айта кете салайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде, қайсы бір адам шынайы ниет ықыласымен Алладан шахид болуды сұрайтын болса, шахид болуға сондай ықыласты болса, ол өзінің үйінде, төсегінде жатып қайтыс болса да, Алла тағала оған шахидтік дәрежені береді дейді. Шахидтік дәрежені береді дейді.
яғни оған шәһидтің сауабын, шәһидтің дәрежесін береді. Енді бұларды біздің дінімізде, шариғатта не дейді? Шәһидул ахира дейді, ахиреттің шәһиді дейді. Жалпы шәһид екіге бөлінеді: дүниелік және ахиреттік шәһид, және тек қана ахиреттік шәһид болып бөлінеді. Дүниелік және ахиреттік шәһид деген ол шайқаста қайтыс болған, немесе сол шайқастағы жарақатынан қайтыс болған адам. Жарақаттанды, бірақ үйіне барғаннан кейін, қайтқаннан кейін қайтыс болды. Ол адам дүниелік және ахиреттік шәһид. Ол адам жуылмайды, кебінделмейді, білесіздер. Кәдімгі сол киімінде жерленеді, және ертең қияметте сол оның бағана денесінен аққан қаны сондай мисіктің иісі болып тіріледі дейді. Ал екіншісі бар, шәһидул ахира дейді, тек қана ахиреттің шәһиді. Ол бұл дүниеде шәһид ретінде мәміле жасалмайды. Яғни оны біз қайтыс болған киімінде жерлемейміз. Оны кәдімгі жуындырып, кебіндеп жерлейміз, бірақ оның дәрежесі шәһидтің дәрежесі. Ол ахиреттік, оны ахиреттік шәһид дейді. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады ғой, кім қабырға құлап, сол қабырғаның астында қалып қайтыс болатын болса, немесе суға батса, немесе бір нәрсе шағып деген сияқты осындай, Алла тағала оларға шәһидтің дәрежесін береді дейді. Ол адам енді, мысалы, суға батып өлген адам, немесе қабырғаның астында қалып, жер сілкінісі болып, жер сілкінісінде, мысалы, үйінің астында қалып қалды, қанша адамдар кеше Түркияда болған жағдайда. Сол адамдар шәһидтің дәрежесін алады, бірақ оларды ахиреттік шәһид дейді. Бұл дүниеде біз оларға кәдімгі жаназа оқимыз, кебіндейміз, жуамыз. Ал ахиретте оларға Алла тағала шәһидтің дәрежесін береді. Келесі хадис ниет бабына байланысты. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون. Бұл хадисті Абу Язид деген сахаба риуаят еткен. Аты Маан, әкесінің аты Язид, атасының аты Ахнас. Яғни бағанағы немен айтатын болсақ, Ахнас фамилиясы, былайша айтқанда Язид әкесінің аты, Маан өзінің аты. Имам Науави рахмаһуллах айтады, ол кісінің өзі де, әкесі де, және атасы да сахаба дейді. Яғни үшеуі де сахаба. Енді сахаба дегеніміз кім жалпы? Сахаба дегеніміз кім? Ау? Сахаба деп біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрген адам дейтін болсақ, пайғамбарымызды көрген адам дейтін болсақ, онда Абу Лахаб та, Абу Жахил де сахаба болып кетеді. Олар да пайғамбарымызды көрді. Бірақ олар сахаба ма? Олар сахаба емес. Демек, бірінші шарты мұсылман болып. Жай көрген емес. Мұсылман болып, көрген, пайғамбарымызға иман келтірген халде. Көрген дегенде де, енді жарайды, сіздер көрген деп айтып жатсыздар. Көрген дегенді алатын болсақ, онда Құранда аят бар, білесіздер. Абаса ва тавалла ан жаахул а'ма. Көзі көрмейтін кісі келген кезде кішкене абаса ва тавалла, яғни бағанағы шекесі тыржиды деген мағынада. Пайғамбарымызға Алла тағала кішкене сен дұрыс істемедің деп түсірген аят бар ғой. Сол жерде кім келді дейді? Соқыр кісі келді дейді. Соқыр сахаба келді. Соқыр сахаба пайғамбарымызды көрген бе? Көрмеген. Ал сіздер пайғамбарды көрген деп жатсыздар. Онда ол сахаба болмай қала ма? Ол сахаба. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрген жоқ. Неге? Өйткені Алла тағала ол кісіден бағанағы көру нығметін алып қойған. Яғни зағип жан, былайша айтқанда. Одан кейін мысалы қайсы бір кісі пайғамбарымызға иман келтіріп сахаба болды да, кейін Хабашаға кеткен кезде, Хабаша деген қай жер? Эфиопия. Эфиопияға барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жіберді ғой бір топ сахабаларды. Сол кезде сол жақта жүріп исламнан шықты.
діннен шығып кетті. Енді ол адам сахаба болып есептеле ме? Сахаба болып есептелмейді. Демек, сахаба деген кім екен? Сахаба болу үшін оның 3 шарты бар. Біріншісі, мұсылман болуы. Екіншісі, пайғамбарымызбен кездесуі. Көзбен көру емес, пайғамбарымызбен кездесуі, пайғамбарымызбен бірге болуы. Неге өйткені көруде болатын болсақ, онда көрмейтін сахабалар шығып қалады. Сол үшін де пайғамбарымызбен мұсылман болған халінде кездесіп, мұсылман болып дүниеден өткен адам. Мұсылман болып дүниеден өткен. Енді кейбір кісілер болды, пайғамбарымызды көрді, бірақ пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін исламды қабылдады. Олар сахаба болып есептелмейді. Сахаба деген мұсылман болып, пайғамбарымызбен кездесіп, мұсылман болып өлген адам. Мына жерде енді үшеуі де өзі, әкесі және атасы үшеуі де сахаба екен. Және үшеуі бірге біраз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шайқастарға қатысқан сахаба. Сол Абу Язид, яғни Маан деген сахаба айтады: "Кана аби Язиду ахраджа дананира ятасаддақу биха." Әкем Язид бір күні динарларды шығарып, садақа етіп бермекші болды деді. Динар деген қандай ақша бұл? Алтын ақша. Дирхам деген күміс ақша, динар деген алтын ақша. Алдыңғы уақытта өзі бағанағы салмағы мынандай болған. Мысалы 20 динар 200 дирхам болады. Сонда бір динар қаншаға тең келеді? 10 дирхамға тең келеді, иә. Динар алтын ақша, дирхам күміс ақша. Ал бірақ кейін ол кезде сондай еді. Бірге 10, яғни бір динар 10 дирхамға тең келетін. Уақыт өте келе дирхам, яғни күміс ақша немесе жалпы күміс арзандап кетті. Сол үшін де бізде қазір мысалы, енді бұл хадиске тікелей қатысы жоқ, бірақ дирхам, динар деген екен еске түсіп жатқан нәрсе. Мысалы қазір сіз 200 дирхам деп соның салмағымен, күмістің салмағымен алып зекетті шығаратын болсаңыз, зекеттің мысалы сіз бір 500 мың теңге, 400 мың теңге ме, или даже 300 мың теңге ақшаңыз болса зекет беру керек болып болады. Ал 20 динар бағанағы алтынмен алатын болсаңыз, онда бір 3 миллиондай ақша. Яғни екеуінің бағасы мүлдем екі түрлі болып кетті. Сол үшін де қазіргі уақытта ғұламаларымыз айтады, қазір тек қана алтынмен аламыз дейді, күміспен емес. Алтынмен аламыз дейді. Ал күмістің бағасы қатты арзандап кетті. Енді Язид деген сахаба сол алтын ақшаларын садақа етіп беруге ниеттеніп шығарды. Сөйтіп барып мешіттегі бір кісіге берді дейді. Яғни мынаны бір мұқтаж адам келсе бер деп тәуекел дейді ғой, яғни өзінің өкілі ретінде соған тастап кетті. Кейін мен мешітке бардым дейді. Баласы мұқтаж, жағдайы жоқ. Сөйтіп әлі кісіге барып, немесе мешітке барып жалпы жағдайым жоқ деп айтты ма, Аллаху алам. Сөйтіп әлі кісі мынау ақша саған садақа деп берді. Әкесі тастап кеткен ақшаны кім алып жатыр бұл жерде? Баласы алып жатыр. Сөйтіп сол ақшалармен келді. Әкесі көріп айтады: "Мына ақшаны қайдан алдың?" деп. Мешітке бардым, мұқтаж болып, сөйтіп біреу беріп кеткен екен, соны маған бір кісі берді дейді. Әкесі ғой беріп кеткен. Сонда айтты дейді: "Фақаля валлахи ма ияка аратту." Аллахи, мен саған беруге ниеттенген жоқпын, оны басқа біреуге беруге ниеттенгенмін деп айтады. Фахасамтуху иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям.
Мен де қоймадым дейді. Жоқ деп барып, мен оны лайық болғаннан кейін алдым деп, пайғамбарымызға барып шағымдандым дейді. Пайғамбарымызға барып шағымдандым. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді: "Фақал лака ма навайта я Язид, ва лака ма ахазта я Маъан." Я Язид, сен садақа беруді ниеттендің, Алла тағала саған ниетіңді берді дейді. Яғни Алла тағала саған сауабын берді. Ал Маъан, сен мұқтаж болдың ба, мұқтажсың ба, мұқтажсың, саған алғаның бұйырсын деді. Яғни әкесіне сен балаңа беруге ниеттенбеген болсаң, онда балаң қайтарсын деп айтқан жоқ. Әкең бағана әкесіне сен ниеттендің бе, ниеттендің, бердің бе, бердің. Алла тағала саған ниетіңе жараса сауабын жазады. Сен балаңа беруге ниеттенбесең де, Алла тағала саған сауабын жазады. Ал Маъан, Маъан деген баласы ғой, сен мұқтаж екенсің, мұқтаж болғандықтан алдың, алғаның саған бұйырсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Рауахул Бухари, имам Бухари рахимахуллах хадисті риуаят еткен. Енді бұл хадисте нені түсінеміз? Бірінші түсінетін мәселеміз афад аль-хадис, хадистен алынатын пайда дейді. Анна садақат ат-татаввуи яджузу даф'уха лил-фуру' ва амма as-sadaqatu al-wajiba fala yajuzu daf'uha lil-furu'i wa la lil-usul. Бізде жалпы садақа екіге бөлінеді. Садақа екіге бөлінеді. Бірі нәпіл садақа, екіншісі парыз садақа. Парыз садақа деп нені айтамыз? Зекетті айтамыз. Зекетке Құранның тілінде садақа деген сөз де қолданылады. Садақа деген сөз қолданылады. Алла тағала 8 түрлі адамды айтқан кезде зекет алатын не деді? Иннамас садақату лил фуқараи вал масакин вал амилина алейха вал муаллафати қулубухум. Шын мәнінде садақа мына кісілерге беріледі деді. Лил фуқара, кедейлерге, міскіндерге, иннамас садақату лил фуқара вал масакин вал амилина алейха, зекет жинаумен айналысатындарға, вал муаллафати қулубухум, сол дінге қызықтыру үшін, дінге тарту үшін берілетін зекеттің түрі, әлгі басқа дін иелерінен болған адамдарға, уафир риқаб, құлазат ету үшін, уал ғаримин, қарызға батып қалғандарға, уафи сабилилlah, Алла жолында, және уабнис сабил бұл жолда қалып қалған адам. Осындай 8 түрлі адамға беріледі деді. Осы жерде Алла тағала қай сөзді қолданды? Ас-садақат, садақат деді. Садақат деген садақа сөзінің көпше түрі. Демек Құранның тілінде зекетке садақа деп қолданылады. Ал енді біз садақа, зекет деген кезде бірден түсінеміз, зекет ол міндетті түрде берілу керек болған әлгі исламның 5 парызының бірі. Садақа деген кезде нәпіл садақа. Ал бірақ Құранның тілінде зекет деп те қолданылады, және садақа деп те қолданылады. Зекет деген сөздің мағынасы 2 мағынаны береді. Бір мағынасы тазару. Сіз зекет беру арқылы жүрегіңізді сараңдықтан тазалайсыз, және дүниеңізді арам болып қалудан тазалайсыз. Және екінші мағынасы көбею дегенді білдіреді. Көбею. Алла тағала зекет беру арқылы, сіз зекет берсеңіз, сіздің дүниеңізді көбейтеді, арттырады. Құранда не дейді? وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ. Байын, ақшам көбейсін деп адамдарға процентке берген дүниелерің Алланың құзырында көбеймейді дейді. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. Алла разылық үшін берген зекеттеріңді فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Алла тағала соны сендерге еселеп береді дейді. Бұл жерде Алла тағала берілген зекетті еселейтінін айтып жатыр. Еселеуі не ол? Осы дүниеде материалдық тұрғыдан еселенеді, немесе сауабы еселенеді, немесе екеуі бірдей болады. Екеуі бірдей болады. Сіз беріп жатқан кезде, Алла разылығы үшін берген кезде,
сіздің ниетіңіз көбейсін деген ниетпен берілмеу керек. Ниетіңіз Алла разылығы үшін Алланың бұйрығы деп беру керек. Егер сіздіңкі көбею ниетінде болса, дүниеңіз көбейсін деп, көбейту, арттыру ниетінде болса, онда бұл жерде сіз құлшылық емес, саудамен айналысып жатырсыз. Сауда, мынанша беремін, сен маған мынанша қайтарасың деген сияқты. Ондай ниет болмау керек. Ниетіңіз Алла разылығы үшін, дүнием арам болып қалмасын, Алла тағала осыны маған бұйырды деп орындау керек. Яғни құлшылықта маған есесіне не болады деген негізгі ниет ол болмау керек. Оның барлығы қосымша бонустар, былайша айтқанда, берілетін сізге. Ал бірақ негізгі ниетіңіз Алла разылығы үшін болу керек. Демек, зекет деген тілдік тұрғыдан екі мағынаны береді екен. Біріншісі тазару, екіншісі көбею. Ал садақа деген сөз сыдық, шыншылдық дегеннен шығады. Шынайылық. Әбу Бәкір ас-Сиддиқ дейміз, біз Алламен мәмілесінде шыншыл болған кісі. Садақа деген сөз, сиддиқ сөзі бәрі сол сыдық деген сөзден шығады. Рас болу, шыншыл болу деген мағынаны білдіреді. Сіз зекет беру арқылы, садақа беру арқылы өзіңіздің ниетіңіздің шынайылығын, Аллаға деген махаббатыңыздың шынайылығын көрсетесіз. Сол үшін де ол садақа деп аталады. Не үшін дүние шығаруға осы сөз қолданылды? Өйткені Алла тағала «Ва иннаху ли хуббил хайри лашадид» дейді. Адам дүниені жақсы көруде қатты дейді. Дүниеге келген кезде бәріміз шырылдап кетеміз. Әлемдегі соғыстардың басым көпшілігі осы дүние үшін болады. Осы дүние үшін болады. Өзі айтады ғой, әлемдегі соғыстардың барлығы екі себеппен болған дейді. Енді бұған енді Алла жолындағы шайқасты қоспаймыз. Бұлай басқа соғыстарды қарайтын болсаңыз, не дүние үшін, не әйел үшін дейді. Осы екі себеп дейді. Осы екі себеп дейді. Енді адам дүниені қатты жақсы көреді. Мына жерде ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулла деп жатыр. Ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулла деген сөздің бір мағынасы, о Алла тағала, мен сені барлық нәрседен артық жақсы көремін. Яғни сіздің ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулла деген сөзіңіздің рас болуының бір шарты, Алла және Алланың елшісі сіз үшін барлық нәрседен артық болу керек. Барлық нәрседен артық болу керек. Егер басқа нәрсені Алланың елшісінен артық жақсы көрсеңіз, онда сіздің ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулла деген сөзіңіз жалған болып қалады. Ал енді сіз соны дәлелдеу үшін дүниеңізді Алла жолында қиюыңыз керек. Мысалы, сіз дүниені жақсы көресіз. Балаңыз ауырып қалса, балаңызды емдеу үшін қанша ақша бересіз? Бар ақшаңызды бересіз, дұрыс па? Неге? Өйткені балаңызды жақсы көресіз. Яғни дүниені жақсы көресіз, балаңызды одан артық жақсы көресіз. Енді балаңыз үшін дүниеңізді қиюға дайынсыз. Мына жерде сіз Алланы жақсы көремін деп тұрсыз, мына жақтан дүниені жақсы көресіз. Енді нені артығырақ жақсы көресіз, кімді артығырақ жақсы көресіз? Сіз соны дәлелдейсіз. Яғни Аллаға деген махаббатыңыздың шынайы екендігін Алла жолында дүние сарып етумен дәлелдейсіз. Сол үшін де оны садақа дейді. Яғни сіздің шыншылдығыңызды, шынайылығыңызды көрсететін нәрсе. Алла тағала Құран кәрімде айтады ғой: «Ваминан наси ман яттахизу мин дуниллахи андадан юхиббунахум кахуббиллах». Бір адамдар бар, бір нәрселерді Аллаға теңеп алады да, оны Алланы жақсы көргендей жақсы көреді дейді. «Валлазина аману ашадду хуббан лиллах». Иман келтіргендердің Аллаға деген махаббаты артығырақ дейді. Бұл жерде Алла тағала иман келтіргендер Алланы ғана жақсы көреді деп жатқан жоқ. Сіз бала шағаңызды жақсы көресіз, әйеліңізді жақсы көресіз, ата-анаңызды жақсы көресіз, дүниені жақсы көресіз. Бірақ Аллаға деген махаббатыңыз оның бәрінен жоғары тұрады. Және Алла жолына келген кезде басқа нәрселерді сіз қиюға дайынсыз. Демек, садақа деген сол. Енді мына жерде айтып жатыр, садақаны екіге бөліп жатыр. Нәпіл садақа және уәжіп садақа дейді.
немесе парыз садақа. Парыз садақа дегеніміз не ол? Зекет. Зекет немесе екіншісі сіз нәзір еткен нәрсе. Яғни ниеттендіңіз. Алла тағала егер балам бағанағы оқуға түсіп кетсе, сенің разылығың үшін мысалы 100 000 теңге садақа дедіңіз. Бұны сіз не істедіңіз? Нәзір еттіңіз. Бұны беруде міндетті болып қалады. Неге? Өйткені сіз соны беруді ниеттендіңіз, уәде еттіңіз Аллаға. Енді нәпіл садақаны кімге беруге болады дейді? Бұл хадистен түсінетініміз фуруъ дейді. Фуруъ деген сенен тарайтындар. Усул дейді әсілің, яғни сенің дүниеге келуіңе себеп болған адамдар. Соларға беруге болады нәпіл садақаны. Яғни әкеңізге беруге болады, анаңызға беруге болады, балаңызға беруге болады, қызыңызға беруге болады. Нәпіл садақаны. Ал бірақ уәжіп садақаны, яғни зекетті, нәзірді оларға беруге болмайды дейді. Неге? Өйткені жалпы зекет кімге беруге болмайды деген кезде әл-усул әл-фуруъ дейді. Сіздің дүниеге келуіңізге себеп болған адамдарға және сіз олардың дүниеге келуіне себеп болған адамдарға беруге болмайды. Ата-анаңызға беруге болмайды, ата-әжеңізге беруге болмайды, бала-шағаңызға беруге болмайды. Неге? Өйткені олардың жағдайы жоқ кезде сіз оларды қаржыландыруға, олардың жағдайын жасауға міндеттісіз. Ал енді сіз зекет беру арқылы бұл жерде өзіңіздің сол міндетіңізді жеңілдетесіз. Пайдасы өзіңізге қайтады. Пайдасы өзіңізге қайтып жатыр. Олай болмау керек зекет берген кезде. Ал енді нәпіл садақа келген кезде, нәпіл яғни беруге міндетті болмаған садақа. Беруге міндетті емес. Мысалы, сіз зекетіңізді беріп қойдыңыз, одан кейінгі беріп жатқан дүниеңіз ол нәпіл болып есептеледі. Нәпіл садақа болып есептеледі. Нәпіл садақаны кімге беруге болады дейді? Өзіңіздің бала-шағаңызға, әкеңізге беруге болады дейді. Ал уәжіп садақаны оларға беруге болмайды. Мына жерде енді Язид деген кісі нәпіл садақа берген еді. Оны баласы алды. Бұл жерден нәпіл болғандықтан да ешқандай проблема жоқ. Бұл бірінші мәселе хадистегі. Екінші мәселе жауазу тәукили фи тәузиъ садақа. Зекет садақаны беруде адам жалдауға болады, біреуге тапсыруға болады. Яғни өзіңіз барып беруге міндетті емессіз. Өз қолыңызбен табыстауға зекетті алатын адамға міндетті емессіз. Ниеттеніп шығарасыз да бір адамға бересіз. Өзіңіз мысалы көрінгіңіз келмеді, алған адамның білгенін қаламадыңыз. Жалпы зекет садақаға қатысты екі нәрсе бар. Біріншісі біреуді жалдауға болады, екіншісі оның зекет екенін жасыруға болады. Зекет екенін жасыруға болады. Яғни ол адамға мынау менің зекетім деп айтуға міндетті емессіз. Сіз жүрегіңізде зекетті ниеттенесіз, оған бауырым бір хадиям бар еді деп. Мысалы, ол кішкене намыстануы мүмкін, кішкене бағанағы қынжылып қиналуы мүмкін. Сол үшін де мысалы бір хадиям бар еді деген сияқты, немесе басқа бір бағанағы мынау бір нәрсе алыпсың, мынау саған көрімдігі деген сияқты сондай бір сөздерді айтып жеңіл қылып, яғни оның нәпсісіне ауыр тимейтіндей етіп беруге болады. Міндетті түрде мынау менің зекетім деп оған айтып, ұстатып қойып, ал аумин деп міндетті емес сол нәрсе. Өзі сахабалар зекет берген кезде зекет алған адамнан дұға, ондай бір дұға жасауын күтпейтін болған. Неге? Оның дұғасы менің зекетімнің қайтарым болып қалмасын, сауабын Алла береді. Біз ол бір құр қолға бата жүрмейді деген сияқты болып қалады да, бағанағы мен бердім, енді ол маған бір ат дұши дұға жасап берсін деген сияқты. Тіпті Айша анамыз біреуге садақасын біреу арқылы беріп жіберген кезде, мысалы зекетін қандай дұға жасайды, жаттап ал дейтін болған. Саған осылай дұға жасат деп айтқан кезде, оған да тура сол дұғаны жасайтын болған. Неге? Оның дұғасына мен дұғамен қайтарайын. Оның дұғасы менің зекетімнің
қайтарым болып қалмасын деп осылай істейтін болған. Сол үшін де енді бір бата қылып қой, дұға жасап қой деп айтпай ақ қойыңыз. Енді оның міндеті бұл енді алушыға қатысты. Кім адамға рахмет айтпаса, Аллаға шүкіршілік етпейді дейді ғой. Сол тұрғыдан енді оның міндеті алғаннан кейін сол кісіге Алла разы болсын деп әйтеуір дұға жасап қою. Бірақ сіз одан дұға дәметпеңіз, дұға күтпеңіз. Сол үшін де біреуді жалдауға болады, біреуге тапсыруға болады, табыстауға болады зекетті беруге. Және сол сияқты сол зекетті адамдардың арасында, мұқтаждардың арасында үлестірумен айналысатын қорлар болады. Мысалы, зекет қоры деген сияқты. Оған да беруге болады. Олар ары қарай мұқтаждарды тауып, соларға жеткізеді. Ондай жерлерге де төлеуге болады. Енді олардың міндеті ары қарай соны лайықты адамдарға жеткізу. Кейде мысалы сіз білмеуіңіз мүмкін. Лайықты адамдар бар ма, жоқ па деп. Төңірегіңізде болмауы мүмкін. Сондай кезде сондай жерлерге табыстасаңыз болады. Ал бірақ енді өзіңіз білетін адамдар болса, туысқандарыңыздың арасында мұқтаждар болатын болса, онда негізі туысқанға берген абзал болады. Неге? Өйткені туысқанға берсеңіз екі сауап болады дейді. Бірі туысқандық қарым-қатынасты нығайту, екіншісі сол зекет, садақа бергендігіңіз үшін. Одан кейін кейде мысалы қорлар белгілі мұқтаждармен жұмыс істейді, оларға соны бағанағы аймай бөліп беруі мүмкін, бірден бәрін беріп тастамайды. Яғни сондай дүниелермен айналысады. Кейде мысалы бірден беріп қойса, ол оны жаратып жіберуі мүмкін, оған жыл бойы көмек беру қажет. Сондай нәрселерді ұйымдастырады, үйлестіреді. Сол үшін де ондай қорларға да беруге болады. Келесі хадистен алатын пайдамыз: لا عقوق من الأبناء للآباء في المخاصمة لمعرفة الحق. Ақиқатқа көз жеткізу үшін, ақиқатты білу үшін әкесіне қарсы сотқа жүгіну бұл перзенттің ата-анасына бағанағы бір қарсы әрекет жасауы болып есептелмейді дейді. Мына жерде енді әкесі мен саған беруге ниеттенген жоқ едім деген кезде пайғамбарымызға шағымданып барды ғой: я Расулалла, бізге ақиқатын өзің айтып үкімін бер, әкем осындай деп жатыр деп. Енді бұл жерде баласының істегені бұл әкесіне қарсы әрекет болып есептеле ме? Әкесіне қарсы әрекет болып есептелмейді. Егер бағана ақиқатты білу үшін шағымданатын болса дейді. Мысалы бағанағы сотқа барып, қазиға барып, әкем осындай деп жатыр, қалай деп, егер білу үшін осылай сотқа жүгінетін болса, онда ол не болып есептелмейді дейді? Ата-анаға қарсы әрекет болып есептелмейді дейді. Яғни бағанағы Құрандағы ата-анаңа жақсы мәміледе бол деген аятқа, хадистегі уқуқул уалидейн деді ғой, ата-анаға ақ келу дейді. Ақ келу деген бағанағы ата-анаға қарсы шығу, олардың айтқанын істемеу, оған жатпайды дейді. Оған жатпайды. Және одан кейін бұл хадистен тағы да алатынымыз: яналул мутасаддиқул ажра иза саххат ниятуху сауаун вақаат садақатуху фи яди мустахаққин ам ла. Садақа беруші адам, сондай-ақ зекет беруші адам, ниеті дұрыс болса, ол өзінің сауабын алады. Берген садақасы лайықты адамға барса да, бармаса да. Берген садақасы лайықты адамға барса да, бармаса да, ол сауабын алады. Демек, мысалы сіз алданып қалдыңыз. Бір сбор ашылыпты, қарасаңыз. Ана жерде енді керемет келтірген бәрін. Анау роликті көріп, мысалы көз жасыңызға ерік бердіңіз, көз жасыңыз ағып, қатты әсерленіп, мысалы аштыңыз да Каспийден 500 мың аударып жібердіңіз, қатты әсерленіп кеттіңіз. Сөйтіп бірнеше күннен кейін анау алаяқ екендігі әшкере болды. Әлі кісілердің.
Енді болады ғой, ондай жағдай да болады өмірде, неше түрлі жағдайлар болады. Мысалы, әртүрлі қазір мұқтажға деп сбор ашылады. Енді жақсы болды ғой мына телефоннан аудара салу деген. Соның нәтижесінде альхамдулилля қанша игі шаралар, жақсы істер бітіп жатыр. Аллаға шүкір. Енді соны пайдаланып жатқандар да бар. Басқаша пайдаланып жатқандар. Мысалы, біреу видео түсіреді, видеосында міне осындай бір мешітке, медресеге көмектесейік, немесе осындай бір ауырып жатқан адамға көмектесейік деп айтады да, көмектескіңіз келсе, реквизиттер төменде дейді. Сөйтіп астынан жазылады. Соны қазір түсіретіндер айтады, реквизиттер төменде деп айтпастан, реквизиттер мысалы пәленше немесе бағанағы номер пәленшенің атында мынандай деп шығады деп айтыңыз дейді. Неге? Өйткені сіз олай айтпай жай ғана реквизиттер төменде деп айтсаңыз, оны әлгі бір алаяқ алады да, видеоны алады да, астын кеседі да, өзінің номерін қойып қояды да, сөйтіп сол видеоны басқа парақшаларда тарата береді. Сіз ана адамды танисыз, көресіз, мына кісі шығыпты, демек енді шынымен сондай болған ғой дейсіз. Бір адамға сенесіз де сөйтіп аударасыз, ол жерде оны кім пайдаланып жатыр? Басқа бір алаяқ пайдаланып жатыр. Сондай кезде енді сіз кейіннен біліп қалсаңыз, енді садақаңыз не болды? Күйіп кетті ма садақаңыз? Сауабы жоқ па? Жоқ, сауабы бар. Лайықта адамына барса да бармаса да сіз сауабыңызды аласыз. Сауабыңызды аласыз. Сол үшін де қолдан келгенше әйтеуір қазір әлеуметтік желіні ашсаңыз неше түрлі сборларды көресіз ғой. Бір мұқтажға, ауруға, мешітке, медресеге, соның астында комментариясында оқисыз, немене бәле көбейіп кетті, әртүрлі сборлар, бәле болды осылар. Бәле болды болғанда сенің үйіңді тақылдап таңертең кешке дейін сенен сұрап тұрма. Сол үшін сен соларды арқаңда бағанағы иығыңды арқалап жүрсің бе? Саған қандай ауыртпашылық түсіп жатыр? Неге ондайды көрген кезде қиналасың? Ұнамай ма? Өткізе сал болды. Ал бірақ қанша адам мысалы соны көрген кезде көмектеседі. Әйтеуір біреудің сонымен дәрісі шешіліп жатыр, біреудің отасы шешіліп жатыр, мысалы медресе соғылып жатыр, мешіт соғылып жатыр, немесе тағы да басқа да сондай әлгі мысалы ДЦП ауруханасы деген сияқты сондай жақсы шаралар жүзеге асып жатыр. Әрқайсысына әйтеуір қолынан келгенше мысалы 100 теңгеден 200 теңгеден аударып қойсаң, одан саған ешқандай ауыртпашылық түспеді. Бірақ әйтеуір сол жақсылыққа сен де үлес қосқан боласың. Сол үшін де ондай дүниелерді көрген кезде бір жүрегің қынжылып, қиналып, қажет емес ондай нәрсені. Осында бәле болып кетті, шұбырып кетті деп. Шұбырып кеткенде және өткізе сал бол. Саған бетіп бағанағы телефон бетін бір бете салу қиын ба? Ары кетсе. Одан басқа не ауыртпашылық түсіп жатыр? Бірақ шынымен де мұқтаж адамдар бар ғой ол жерде. Арасында алаяқтар бар ма? Бар шығар, иә, бар. Кейде өтірік сбор болуы мүмкін. Соны көрген кезде сол себепті бәрі сондай екен ғой деп ойлап қалмаңыз. Одан кейін оған берген садақаңызды Алла тағала қабыл етеді, сізге сауабын нәсіп етеді. Ол адам лайық па, лайық емес пе, ол басқа мәселе, және Құдайдың алдында оның өзі жауап береді. Егер лайық болмаса, алаяқтық жасаған болса, өтірік сбор ашқан болса, Құдайдың алдында өзі жауап береді. Сіз оған жауап бермейсіз. Сіз ниеттеніп бердіңіз, Алла тағала сізге сауабын нәсіп етеді. Бұл хадистен біз соны түсінеміз. Кейде адамдар қиналып қалып жатыр, ол мен осындай жерге беріп едім, алаяқ болып шықты, немесе бағанағы медресеге деп жинады да, медресе ешнәрсе салынған жоқ, өтірік қаңқасын тұрғызды да, сонымен жоқ болып кетті деп. Ондай да жағдайлар бар. Ондай да жағдайлар бар, кездескен. Бірақ солай болды екен деп, енді бәрі бірдей сондай деп, бәріне көпке топырақ шашудың қажеті жоқ. Және одан кейін, егер сондай жерге беріп қойған болсаңыз, сіз
еш уайымдамаңыз. Алланың құзырында иншалла бергеніңіз қабыл, Алла тағала сізге сауабын толық жазады. Ал әлгінде алаяқтық жасағандар, олар өздері Алланың құзырында жауап береді. Иншалла осы тақырыптағы, осы баптағы қалған хадистерді келесі аптада үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын баршамызға.